Ертегі. Бір күні түлкі келе жатып, абайсызда бір терең құдыққа түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрғанда, бір ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға кез болып түлкіні көрді. «Ей, түлкі батыр, не қылып тұрсың?» депті. «Ой, не қыласың, жаным жай тауып тұр. Қырда әрі сусап, әрі ыстықтан өліп едім. Құдықтың іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық суы бар екен», дейді түлкі. Мұны естіп ешкі: «Мен де салқындайын, әрі су ішейін», деп ойлап, секіріп құдыққа түсіпті. Сонда түлекең ешкінің үстіне секіріп мініп, онан мүйізіне шығып, далаға ырғи жөнеліпті. Сөйтіп жөніне кетіпті. «Өтірікке алданба, басың бәлеге душар болады» деген осыдан қалыпты.